Ата-анам күйеуге шығуыма қарсы болды. Иә, солай. Ал сіздер бері қарай жақында отырыңыздар, жайғасып сіздерге қалай болған сіздерге айтып берейін. Өзі негізі қыз мұраты кету дейді ғой. Қанша қыз мұраты кету болса да, менің ата-аналарыма жеткізу өте қиындау болды. Негізі 24 жасымда тұрмысқа шықтым. Ал енді күйеуге қалай шығатынымды ескертуімді, қалай рұқсат берген сіздерге айтып берейін. Мен алдыңғы таныстық алаңында айтқанмын, оны көрген болсаңыздар, осы видеоны түсінеді деген ойдамын. Солай менің өз жолдасымды кездестіріп, жүргенімізге 2 жыл болып, содан кейін жігіттен ұсыныс келді, мен үйленем деген. Ал қызыға жігіт ең бір өзі айтты, мен сразу айтты, мен ұзатып аламын деп. Өйткені ол үйдің жалғыз баласы болды. Ата-анасы келінді ұзатып аламыз деп өздері де ескертіп айтқан екен. Енді менің жігіт жақ почти дайын тұр ғой, олар я десең болды, тек келейін деп тұр да. Енді менің оны ата-анама жеткізу керек болды. Содан бір күні духтанып алдым да, кешкісін болғанда енді обедке дамын, әкеме звондаймын ғой. Мен негізі әкемнің ерке қызымын да, әкеме әзілдеп, папам әзілдеп, айтатындарын айтып тастай беремін да. Бірақ сол күні кәдімгідей қорықтым ше. Оңай емес қой әрине айта салу да. Содан телефонды звондадым, папама звондадым, талтыс қой. Қыстың күні. Содан папаға звондадым да айттым, папа, мен сол бірінші қал жағдайын сұрадым. Қалайсыздар, не істеп жатсыздар, ауа райы қалай деп, өзім Алматыдамын. Содан төпеден бастым ғой. Папа, мен тұрмысқа шығам дедім ғой. Дейді папа, шокке қол жерде. Не дейсің дейді. Папа, мен тұрмысқа шығам, солай Алматы деп едім. Папа ұрсып бермесі бар ма? Мә, жүрегім дүрс ете қалды ғой. Неге ұрсады деп ойлап отырған шығарсыздар. Өйткені папам баяғыдан айтатын, Алматыға шықпайсыңдар, оңтүстік жаққа шықпайсыңдар, болсаңдар батыс жаққа, өзіміз жаққа шығыңдар дейді. Өйткені ол кісілер бұрынғы заманның адамы, бұрынғы кезеңнің андай оңтүстік жақта ерте тұрады, келінді құл қылып жұмсайды деген сияқты үлкен кісілердің сана сезімінде бұрынғы салт дәстүр қалып қойған ғой. Сол үшін ата-анамның рұқсат бермейтінді, әкемнің әсіресе. Содан не керек, телефонды тастай салып жылайдым ғой. Отырып алып жыладым. Күнде жылайым. Содан жігітім сұрады, күйеуім. Не болды дейді. Содан айттым, солай ата-анам қарсы болып жатыр деп едім. Қой деп қайта мен күйеуім көндіріп, қой оқырсын, көнетін шығар деп сөйтіп айтты. Сосын мамаға айттым. Сосын маманы уже көндіру оңайырақ болды. Маманы көндіріп, енді бәріміз жабылып, папаны көндіру керек болды. Маманы көндірдік. Енді мамаға айттым ғой, енді қыз баласын жанын түсінеді мамамыз. Содан мамам айтты, мамам түсінді. Одан кейін маманы енді папамызға айту керек болды. Папа вообще сөйлеспейді менімен, ренжіп қалған маған ше. Солай әрі көндіреміз деп жүрген кезде карантин басталады. Содан мартта маған ауылға бару керек болды. Вообще сол декабрьде сөйлестік қой. Содан кейін вообще папамен сөйлеспеген мен 3-4 ай болды ма. Содан не керек, карантин болып ауылға кету керек болды. Мартта ауылға барам. Ауылда 2 ай болам. Содан кейін уже жай жол ашылып, мен жұмысқа шақырады. Папа маған бармайсың дейді ғой. Жұмысқа бармайсың дейді маған, Алматыға жібермеймін деп. Содан мен деген алап-ле жылап ана жерде деген неге жібермейді деп. Әйелден қолы қаспайды дейді ғой. Содан мамамыз екеуміз ойласа келе папамызға мен Алматыға жұмысымды орналастырып, жұмыстан шығып, қағаздарымды алып келем деп солай папамызды алдап, мен солай кетіп қалдым Алматыға. Ал енді тағы 3-ші часть салатын болым ғой, өйткені мына видеоға сыймайын деп тұр. Бәрі қызықтың бәрі енді алда басталайын деп тұр. Ал сіздер тағы 3-ші часть шықсын десеңіздер, маған лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Мен әрі қарай сіздерге айтам.